Барлықтарыңызға сәлем, Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Бүгін біз ерекше кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін банкаларымызды алып, оған 1-2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз, немесе әр банкаға 40 граммнан құйрық майды қосуға болады. Келесі кезекте етті саламыз. Мен алдын ала етімді турап, оны сарымсақпен мариновать етіп қойдым. Етті әр банкамызға 1 келкі етіп салуға тырысамыз. Ендігі кезекте өзімізге ұнаған әртүрлі көкөністерді алып қосамыз. Мен 1 дана пиязды алып, оны турап, әр банкаға реттеп салдым. Одан кейін сәбізді алып, оны дөңгелетіп турап, дәл жаңағындай әр банкаға 1 келкі етіп реттестірдім. Ендігі кезекте мен жарты болгар бұрышын алып, оны да әр банкаға реттестірдім. Көкөністерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала аласыздар. Сіздерге қалай ұнайды солай. Ендігі 40 қабатты алып, дымлама ретінде бұл тамақ шығады. Банкадағы 40 қабатты да қостым, тұздадым, дәміне қарай тұзын және бұрышын қостым. Одан артық мен ешқандай дәм беретін заттарды қоспадым бұл тағамға, себебі еттің өзі мариновать етіліп тұрғаннан кейін ол әдемі дәм беріп тұрады. Мінекей барлық көкөністерді салып болғаннан кейін осылай қатты етіп банкаларымызды жабамыз. Енді қазанымызды алып, оның ішіне осылай төсенішін төсеп, банкаларымызды реттейміз. Үстіне 1 литр салқын суды, тастай суды құямыз да, астын баяу отқа қойып, қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін тағамды 1,5-2 сағат көлемінде пісіреміз. 2 сағат дегенде біздің осындай сорпалы, өте тойымды тамағымыз дайын болды. Дәмі деген тіл үйреді, еті шайнамай жата беруге болады, өйткені жұмсақ сондай. Егер де сіздерге бүгінгі видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.